Алматыда ерлі-зайыптылар сәбиін 2 миллион теңгеге сатпақ болған. Видео бастамас бұрын бір ғана лайк түймесін баса кетулеріңізді сұраймын. Анықталғандай, әйел бірнеше сағат бұрын ғана перзентханадан шыққан, кейін бірден сауда орнына бет алған. Ал сатып алушыларды алдын ала іздеген. Сәбидің әкесі отбасыда тағы 2 қыздың барын айтқан. Сондықтан жаңа туған сәбилерін бала сүйе алмай жүрген отбасыға бермекші болыпты. Оны күні босандым. Бүгін шықтым.